Айсұлтан, кеше Саддәулет Мөлдірді күтті. Сіз кімді күттіңіз? Менде? Иә. Жоқ енді. Мөлдірді күттім ғой мен негізі. Да, неге күттіңіз? Қонақ болып келе ма деп. Сосын келмеді бірақ. Сосын келмеді. Келмеді. Басқа кімді күттім айтайын ба? Иә, айтыңызшы. Арина, Тимур деген. Олар да келген жоқ. Болды, сол үш адамнан өткен шығар. Басқа адам күткен жоқсыз ешкім. Сіз мен сөйтіп күттім деп жатыр ма не? Саддәулет. Деп жатыр. Не істейсіз? Айнұр, сіздің көңіл күйіңіз қалай? Шүкір Аллаға. Мектеп кезінде қандай оқушы болдыңыз? Анадай пысық сондай болдым. Активистка. Қандай кішкене кезіңізде қандай бала болды мысалы? Ну, скорее удобный бала болған сияқтымын мен. Білмеймін енді. Мамаға қалай, бірақ та негізі көбіне тыңдаймын. Тыңдаймын, бірақ кішкене мысықтау болдым. Андай неше түрлі историяларға түсіп қала беретін әдетім болатын. Бірақ сабағым жақсы оқыдым, активистка болып жүрдім да, бірақ та андай иногда төбелесіп бірдеңелерге де қатысып кететінмін. Төбелесіп көргенсіз демек. Не үшін төбелестіңіз? Ең бірінші рет 9-шы ма класста төбелесіп көрдім. Үш қыз жабылған. Мәссаған. Разделкада. Үш қыз жабылып кеткен. Сосын, короче, үш қыз жабылды. Бір жігітті қызғанып қалдым. Мәссаған. Қатысы жоқ просто. Ал Ерасыл. Бүгін стиліңізді өзгертіпсіз ғой. Ма стильді өзгерт. Очки тағып алдым ше. Мына очкиіңіз біртүрлі болып тұр деп ешкім айтпады ма? Аяна қайда? Аяна Таразда ол диплом алуға кетті. Бұйырса мен де басым ба деп жатырмын. Сол сіз қашан бардыңыз? Осапта. Демек Аяна әзір келмей ма? Келмейді? Жоқ, келмейді дегенде дипломын алады, одан кейін ары қарай апасымен танысуға барады. Қанжелік келді бұйырса. Сәлем жолдаңыз ал Аянаға. Аяночка красавица. Саған Ерасыл жігітінің атынан жалынды сәлем жақсылап дипломыңды қорғап шық, бір Алла қолдасын дейді. Қорықпаңыз, көрдіңіз ба? Жалғыз өзі отыр ма? Жалғыз өзі отыр ма? Жаманда араласу керек. Достарының қасына кішкене келіп алды. Достар. Қалайсыздар, достар? Мен поликлиникада ЭКГ, анау-мынауымды өтіп, енді қазір УЗИде күтіп отырмын. Очередімді. Содан кейін бітті. Қайтамын. И плюс бірі той. Соған заттар алу керек казцентрден. Офиске барып, олар жасау керек.